Hello everyone, сіздермен сымбат самат. Бүгін бізде 7-ші сыныптың 1-ші тоқсандағы 2-ші БЖБ-сы. БЖБ-ның тақырыбы Communication and Technology. БЖБ-ның 1-ші тапсырмасы Reading-ға арналған. Task 1. Read the text and complete the task. Мәтінді оқып, тапсырманы орында дейді. Kate and the internet. Kate және интернет. Kate's first class starts at 8 o'clock in the morning and it is 1:30 a.m. now. The only sound that you can hear in Kate's small room is the clicking of a computer keyboard. Her mom does no longer know what to do. Every day it's the same. Kate does no longer pay attention to her studies or to the report she has to present next week. She ignores all types of homework. Her mother says she cares only about the conversations she carries on with people from all over the world without caring about her grades or her friends in real life. The internet access in American households increases. That's why the number of teenagers who spend a long time of their lives online has increased too. Psychologists say, look out, an increasing number of teens is going into a new form of addiction. In an interview, Kate declared, I am destroying my future and I am becoming isolated from the society. I failed English last year. I didn't care about my studies, but at least I feel free. In fact, I can talk to others about any topic without being afraid of the consequences. Енді аудармасына көшейік. Кейттің бірінші сабағы сағат 8-де басталады, ал қазір түнгі сағат 1:30. Оның бөлмесінен естілетін дауыс тек компьютердің пернетақтасының дауыстары. Оның анасы тіпті не істерін білмейді. Күнде осы іс-әрекет. Кейт тіпті өзінің сабақтары немесе келесі аптада тапсыруы керек тапсырмаларына да назар аудармайды. Ол үй жұмысының барлық түріне бей-жай қарайды. Оның анасы айтады, оның тек ойлайтыны осы интернет арқылы әлемнің басқа шетінде отырған адамдармен сөйлесу, ал шын өмірдегі достары мен сабағындағы бағалары оны мазаламайды дейді. Америкадағы интернетке деген доступ тез өсуде. Сондықтан интернетте уақыт өткізетін жасөспірімдердің саны да қатты өсуде. Психологтар бұл нәрсеге қатты назар аудару керек екен. Ол бір зависимость, зависимостьтің бір түрі екенін айтып дабыл қағуда. Интервьюда Кейт былай деген, мен өзімнің болашағымды құртудамын. Мен қоғамнан бөлшектенудемін, қоғамнан аулақтаудамын. Мен өткен жылы ағылшыннан құлап қалдым. Мен сабақтарымды еш уайымдамаймын, бірақ соған қарамастан мен өзімді еркін сезінемін. Мен басқа бір салдарлары туралы ойламай, басқа адамдармен кез келген тақырыпта әңгіме қозғай аламын дейді. Осы мәтін астындағы тапсырма. Match parts of sentence in column A with the parts of sentence in column B. Write the answers in column C. Яғни A, B, C деген бағандар берілген. A бағанында сөйлемнің бір жартысы, B бағанында екінші жартылары берілген. Соны біз біріктіріп жазуымыз керек. Мысал қараңыз. Мысалында the only sound that you can hear in Kate's small room is the clicking of a computer keyboard деп жалғастырған. Яғни сен Кейттің бөлмесінен еститін жалғыз дауыс ол пернетақтаның дауысы деген. Кеттік біріншісін орындайық. Kate spends a long time online. C вариантымен жалғастырамыз. And she doesn't care about her school results. Демек бір бізде C болады. Екіншісі, psychologists think that A жауабы дұрыс. A big number of teenagers have become addicted to the net. Демек 2 A. Және үшіншісі, isolation from society B is just one consequence of this type of addiction. 3 B. БЖБ-ның екінші тапсырмасы speaking-ға арналған. Task 2. Read the examples and make up your own questions. Ask and answer them. Assess each other according to the assessment sheet. Яғни бізде мұнда төменде 3 сұрақ берілген. Сосын соған мүмкін болатын 3 жауап берілген мысал ретінде. Біз осыларға қарап отырып өзіміз 3 сұрақ
құрастыруымыз керек. Және жұп болып жұмыс жасап, оны қасымыздағы сыныптасымыздан сұраймыз, ол бізге жауап береді. Кейін ол саған 3 сұрақ дайындап қояды, сен оған жауап бересің. Мысалдағы сұрақтарға назар аударайық. Бірінші сұрақ: What piece of technology can't you live without? Why? Қандай технологияның бір бөлшегінсіз сен өмір сүре алмайсың, неліктен? Былай деп жауап беріпті: I can't live without a cell phone because of its practical use. Мен ұялы телефонсыз өмір сүре алмаймын, себебі ол маған практикалық түрде өте керек дейді. Екінші: How often do you watch TV? Explain your answer. Сен қаншалықты жиі теледидар көресің? Жауабыңды түсіндір. I watch TV only at weekends because I don't have much time. Мен теледидарды тек апта соңында, демалыстарда ғана көремін, себебі менің ондай көп уақытым жоқ. Үшінші сұрақ: What's your favorite gadget to communicate with friends? Explain your answer. Сенің достармен сөйлесудегі, коммуникация жасаудағы ең сүйікті гаджетің? Жауабыңды түсіндір. Оған жауап: I'm fond of a cell phone and the reason is that it connects me to the world. Мен ұялы телефонды таңдаймын, себебі ол менің әлеммен байланысудағы басты құралым дейді. Біз осындай 3 сұрақ құрап, соған мүмкін болатын 3 жауап дайындаймыз. Бірінші сұрақты мен былай құрастырдым: What technology do people currently use? Қазіргі таңда адамдар қандай технологияны пайдаланады? Жауабына былай деп жаздым: We use our phones a lot, and within that small device we have a lot of technologies like Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop and so on. Біз өзіміздің ұялы телефонымызды көп пайдаланамыз, және сонымен қатар Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop деген сияқты технологияларда біздерде көп қолданылады. Яғни сіз бұл сұрақты қойғанда, сіздің бірінші қасыңыздағы жұбыңыз, сыныптасыңыз жауап беру керек. Бұл жерде ол Wi-Fi, Bluetooth айтпауы мүмкін, ол мысалы ноутбук деп айтуы мүмкін, я iPad деп айтуы мүмкін, планшет деп айтуы мүмкін, ол да мүмкін, ол да сондай технологияның түріне жатады, ол да дұрыс болып есептеледі. Екінші сұрақ: What changes has the development of technology brought about in our lives? Технологияның дамуы біздің өмірімізге қандай өзгерістер алып келді? Былай деп жауап бердім: As I can find anything I want online with just a few clicks, I have access to a wide range of products and I can do comparison shopping to get the best deal. Яғни мен онлайн отырып, 1-2 батырманы басу арқылы қалаған затымды ала алатын болғандықтан, мен әлемге деген жолым ашылды, және мен басқалармен салыстыра отырып, өзіме ең тиімді сауданы жасай аламын дейді. Яғни бұл жерде қалай? Мысалы біз онлайн салыстырып отырып, ана сайтқа кіреміз, мына сайтқа кіреміз, сөйтіп қарап отырып, ең арзан, ең тиімді жолын таба аламыз. Соны біздің өмірімізге келген бір жақсы мүмкіндік деп қарасақ болады. Және үшінші сұрақ: Does the development of technology affect the way we study? How? Технологияның дамуы біздің оқуымызға әсер етті ме? Қалай? Жауабы: Definitely, as technology evolves, students can search for free materials in nearly all fields. Әрине, технология дамығандықтан студенттер кез келген салаға қатысты материалдарды іздеп таба алады. Осымен менің БЖБ-ға талдауым аяқталды. Егер видео сіздерге пайдалы болса және менің көмегім тисе, видеоға лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.